Алдар көсенің сиқырлы тоны. Мұндай сақылдаған сары аязда тоңбаса, түлкі тоны немесе қасқыр ішегі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. Ал алдар көсе жарықтық шұрық тесік жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. Бірде ол жапан далада жортып келе жатып, сұмдық тоңды. Аяқ қолының жаны кетіп, бет-аузы бозарып, бас сұғар жылы үйді армандайды. Суылдаған суық жел уілдеген үскіріп, құлағының ұшын аямай шымшып, жанын шығарып барады. Жақын арада түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбейді. Қанша тебіреніп, қамшысын қанша сілтегенмен, алдардың арық аты жүріп жарытпайды. Басын бір сұлғып қойып, жай ғана иттендейді де отырады. Жаманат жолдың соры, әлі біраз жүретін шығармын. Иттің үргені де естілмейді. Қақаған далада қатып өлмесем жарар еді, деп ішінен сөйлеп келеді. Кенеттен алдынан бір аттылы көрінбесі бар ма? Аттың желісіне қарап, иесінің бай адам екенін біле қойды. Буы бұрқырап, ысылап келе жатқан адамдай омырауын ашып тастап, әндете бастады. Жолаушылар жолығып, аман саулық сұрасты. Бай үстіндегі түлкі ішіктің өзінен тоңып, бүрсең-бүрсең етеді. Ал алдар көсе бір күн бір шекесіне қарай қисайта киіп, күншуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйлейді. Сен неменей, тоңған жоқсың бе? Дейді бай. Тоңсаң, сен тоңған шығарсың. Менің тоңымды кисе, кісі үнемі қыз-қыз қайнап жүреді, дейді алдар көсе. Мүмкін емес, дейді бай. Немене, көрмей тұрсың ба? Көрмейтін несі бар, Көріп тұрмын, шұрық тесік. Мәселе сонда, сол шұрық тесікте. Бір тесіктен кірген жел лып етіп, екінші тесіктен шығып кетеді. Жылу өзімде қалады шіркін. Қайткенде де мен мұның тонын алып қалайын деп ойлайды бай. Шіркін мынаның ішігін қолыма бір түсірсем, деп армандайды алдар көсе. Ішігіңді маған сатшы, дейді бай. Сатпаймын, мен онсыз үсіп өлемін ғой, дейді алдар көсе. Үсіп өлмейсің, оның орнына мен саған өз ішігімді беремін. Ол да сондай жылы. Алдар көсе оның ұсынысын құлағына да ілмеген кісідей байға жоғарыдан қарайды. Бірақ екі көзі байдың түлкі ішігінде. Ішігімді де берейін, үстіне ақша да қосып берейін, деп қызықтырады бай. Маған ақшаңның қажеті жоқ, орнына атыңды берсең, ойланып көрер едім. Қуанғаннан бай бірден келсе кетеді. Ішігін шешіп, астындағы атынан түсіп береді. Алдар көсе байдың ішігін киіп, байдың жүйрігіне мініп, ысқырған желмен жарыса жөнеледі. Енді алдар көсеге бір ауылдан бір ауылға барып тұру онша қиын емес еді. Астында ұшқыр ат, иығында жылы ішек. Кез келген үйде одан. Мына керемет түлкі ішікпен жүйрік атты қайдан алдың? Деп сұрайды. 77 жыртығы, 70 семіз жамауы бар тоңға айырбастап алдым. Жаман тоңға жақсы ішігін, қыршаңқы атқа құстай ұшқан жүйрігін айырбастаған ақымақ бай туралы әңгімені естіп, ел мәз болады. Күлкі сәл саябыр тартқан сәтте алдар көсе. Жолдың алыс жақыны жортқан біледі, дәмнің ащы тұщысын тартқан біледі, деген екен.